видеоңызды қарайтында сіз айтасыз ғой мысалы Red Bull қанаттандырады деп Red Bull қанаттандырады. Келіп жатқан фильмдердің барлығы орысша. Осы жолы мысалы Аватардың қазақшасын орысшасына қарағанда көп көрген. Ақшаны көп түсірген. Көп түсірген қазақшасы. Жасырын тұтықпа деген, мысалы сіз кеудемен демалып тұрғаннан кейін жаңағы аудиториямен жұмыс істеймін деген кезіңізде, манраж басталған кезінде мына ектер жыбырлап кететіндер болады, қолдарын ұстай алмай қалатындар болады. Болмаса тілін артқа қарай тартатындар болады. Вот соның барлығы жасырын тұтықпаларда. Сәлем, менің атым Метр. Домо, аригато. Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев деп перк бағам ғой. Сөйтсе микрофон қосылып қапты. Сәлем достар, мен Нәрікпен және Нәрікпе Лайф подкасты. Бүгін мен осындай сәл төмендеу, қоңырлау дауыспен сөйлеуді шештім. Өйткені сондай атмосфера сондай тұр, байқасаңыздар, бүгін тіпті артымыздағы анау әдемі тұрған мынау пароландар да жайме емес. Өйткені бізде бүгін қонақта әсем дауысты, қоңыр, осындай ерекше мәнермен бізге көптеген фильмдерді түсіріп жүрген актер, диктор, әрі осылай таныстырсақ дұрыс шығар. Азамат Қанапи ағамыз келіп отыр. Азеке, Азамат аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет. Енді сіздерге қонақ болып келіп қалып жатырмыз. Енді әрине қазіргі отырған отырысымызда, әңгімемізде бірыңғай осы біздің саламыз бойынша. Әрине. Әңгіме өрбейтін шығар. Әрине. Негізі, енді шын айтайын, Қазақстанда актер жалпы көп қой. Бірақ мен бірден жаңағы таныстыра кетейін, Азамат ағаны білмейтін кісілер, танымайтын кісілер, көрмесеңіздер де тыңдағансыздар. Мен оны өзім жеке айта аламын, өйткені мен шын айту керек, енді көп актерлерді тани бермеймін. Бірақ анау сіздің парақшаңызды ашқан кезде, Инстаграмды ашып қалған кезде, сіздің анау озвучкадан жасқан өзінің жеке дикторлық жұмыстарыңызды естіген кезде мен тұрып, мына осы кісі ма деп. Мен танимын ғой бұл кісіні деп оны бізде былай айтылады ғой. Негізінде осы дубляж саласында жұмыс істеп жүрген адамдар өте көп. Біраз қыздар мен жігіттер бар, аға буында бар, орта буында бар, кіші буында бар. Кәдімгідей буынға бөлінген, кәдімгі театр саңлақтары сияқты өз жерде де бір қалыптасқан өздерінің бір жүйелері бар. Енді өз жерде былайша бір сөзбен айтқанда, дубляж саласының жұмысы эфирге шыға бермейді. Түрлері көрінбейді. Бірақ ұшан теңіз жұмысты атқарып жатқан тірліктері бар. Соны біз кей кезде өзіміз айтамыз, біз деген окоптың әскеріміз деп. Жатып аламыз да окоптан басымызды да шығармаймыз. Гранатты жарамызды асқа лақтырамыз да жата береміз. Мылтықтатсақ былай атамыз деп. Біз окоптың әскеріміз деп. Түріміз көп көрінбейді деп. Ал жалпы, енді өз жерде дубляж саласында кәдімгі мынау киноға түсіп жүрген актерлар да бар. Бірақ сіз екі салада да барсыз, және дубляж саласында да? Дубляж саласында да, кино саласында да, жалпы негізі актер мамандығын тәмамдағым ғой. Жалпы мамандығым актерлық шеберлігін бітіргенмін, театрда істегенмін 2,5 жылдай. Содан кейін 2,5 жылдан кейін бірден осы дубляж саласы кастинг басталған кезде, сол 2001 жылы, 2002 жылы сол ең бірінші түрік сериалдарын дыбыстау деген басталды ғой, сол кезде бір кіріп кеткен. Сіз Қамбарда не істегенсіз, сіз емес пе? Жоқ, Қамбарларды Қазақстан ұлттық арнасында жасадым. Сіз қайсысын? Сіз мысалы танымал тірі актерлердің қайсысын жасадыңыз? Танымал дегенде мысалы Юсуф Мироғлы сіз емессіз ба? Юсуф Мироғлын оқыдық. Сіз? Шын ба? Торғай Атажаны болсын, басқасын барлықтарын біз оқыдық. Вау. Бірақ Юсуф Мироғлыды Асау жүректе бас жағында Бекболат Құрманғожаев деген кісі оқыды. Мен басқа сериалдарды оқып жүрдім, сосын ол кісі кетіп қалды да, ол кісінің орнына мен кірдім. Жалпы былайша айтқанда жартысын Бекболат аға жазды, жартысын мен жаздым.
мәссаған мен қазір оны сұраудан ұялып тұрмын сіздің алдыңызда, бірақ сұрамасам да болмай жатыр да іштей. Мысалы егер сіз мүмкін болса бір екі мысалы өзіңіз сомдаған не қалай дұрыс болады өзі дыбыстаған деп айтайық, кейіпкерлердің дауыстарының бір кейбір мысалы үзінділерін берсе, өйткені шынымен мысалы қазір сізді тыңдап отырып танымау мүмкін, бірақ қазір естігенде менің ойымша тани қояды бірдеңені. Енді көбінесе мына танымал дыбыс жағына келген кезде көшпенділерден көбі танып жатады. Иә. Көшпенділер фильмі 2003 жылы түсірілді. Иә. Енді ода Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан-ғайыр атырап, көшпенді қазақ жұртының бағзыдан бері келе жатқан ата қонысы деп басталады. Иә, есінде эпиграф. Бастапқы дикторлық сөз, сосын сол жерде оразды дыбыстадым, солай. Енді сериалдар сол 2002 жылдар Асау жүрек, Тоғысқан тағдырлар деген болды, Бериван деген болды, күзгі жапырақтар, Хонгилдон, дорамалар. Шыңғысхан сериалы, Қытай түсірген Шыңғысхан сериалы. Жумонг болған жоқ бұның ішінде? Жоқ, жумонг болған жоқ. Жумонгтарды біздің әріптестеріміз оқыды, Бекен, Абай деген жігіттер, солар оқыды. Ұмытпасам, Қайрат та бар о жерде. Қайрат Әділгерей. Сол сияқты енді сол дубляж саласынан былай жарыққа шығып жүргендерден сол Қайрат Әділгерей бар. Ерғали деген актер бар, киноларға түсіп жүрген. Сондай бір азынаулақ бетке былай көрініп жүрген актерлар бар, бірақ көбі естілмейде қалып жатады. Ал жалпы Самат Қордабай деген мықты актеріміз бар. Ол да мысалы көп фильмдер мен мультфильмдерді дыбыстаған, сериалдарды дыбыстаған, Қарадайым еді, сондай бір сериалды дыбыстаған ол жігітте. Бірақ көп танымал емес, түрлері көрінбегеннен кейін көп адамдар біле бермейді. Ал жалпы ол кісінің дауысын Омархан Қалмұрзаев деген кісіден кейін келіп Астанадан сөйлеп тұрмыз, болмаса бүгін бізде Алматы уақыты осындай деп айтатын сол жігіттің дауысы негізі. Сіз бірақ естісеңіз бірден тани қоясыз ғой. Енді осы салада жүргеннен кейін кімдердің дауысы шығады, бірден танып қойып жатамыз. Мен айтып тұрмын ғой жаңағы, мен бірінші кезекте сіздің даусыңыз жарнамалардан таныдым бірден. Енді ол брендтердің жеке жарнамасы болмаса да жаңағы өте көп қаралымдар болсын, көрсетілген жарнамалардың бірі ғой. Енді бірін ең шыны керек танымал ол Red Bull болды маған. Енді Red Bull'ды болған кезде мен шынымен мен қай жаста болғаным есімде емес. Ол қай жылы жазылды? Red Bull'дікі сізде есіңізде емес пе? Red Bull'ды 2000 ұмытпасам 2006-дан бері жазып келе жатырмыз ғой деймін. 2007-ден. Сол мысалы үшін мен енді ол жерде сіздер мысалы 6-шы сыныпта оқимын ол кезде мен мысалы 2006-та. Енді ойлаңыз да, мысалы соңғы 20 жыл бұрын жазылған, қазір 26. Енді қараңыз, ол жерде Red Bull'ды ең бірінші әкелген кезінде біз жазған кезде кәдімгі кастингтер болып, қыруар адам жиналып, келгендердің барлығына ящигімен Red Bull ұстатып, қосымша жаңа қаламақыңызды төлеп деген сияқты сондай жұмыстар жүрген. Мысалы сіздің де дауысыңыз тамаша, грудной жақсы жұмыс істеп тұр, әдемі. Мен тырыстым ғой, мен кәдімгідей, мен сізді тыңдайтында, видеоңызды қарайтында сіз айтасыз мысалы Red Bull қанаттандырады деп, мен кәдімгідей айна алдында тұрамын да қайта әйелімді отырғызып қоямын, қара деймін, Red Bull қанаттандырады деп, Red Bull қанаттандырады, бар ондай. Айтқым келгені, сіздің даусыңыз барлық көп жерде, мысалы Сулпак бар менің есімде, Сулпак, Нивея бар. Нивея бар ма? Нивея мен. Ол да өзгертіп оқимыз. Әр жерде әртүрлі өзгертіп оқимыз ғой, көрдіңіз ба? Ол жерде дауыс өзгерту бізге енді кей кездері 6-7 дауысты салып оқып шығып кете береміз мысалы. Сондықтан ол жерде бір қиындығы жоқ.
басқа бір ерекшелік мен сізден байқағаным, оны білмегенмін, кейін білдім. Ол жаңа сұхбаттарыңыздан және анау лекциялардан нені әскери парадтар жүргізетіңіз. Оны мен айқын болмады маған ол жерде, мен кейін білдім жаңа дайындалу барысында. 2005 жылдан бері сол жүргізіп келе жатырық парадты. Иә. Енді дубляж саласы бір қалай айтады, қадірсіз жұмыста, былай бір сөзбен айтқанда. Көп адам көрмейді, істелініп жатқан жұмыс ұшан теңіз, және ол жерге көп көңіл бөлмейді да, бірақ оның атқарылып жатқан ісі өте көп. Неге деген кезде мына қазақ тілінің контентін, қазақ тілінің дамуын осы жағынан келген кезде ең көп үлес қосатын осы дубляж саласы. Бұл біреулерге барып тықпалап, сен қазақша сөйле деудің керегі жоқ. Ол үшін себебімен салдарымен күресіп жүргеннен көрі тек сол контентті жаулай беру керек еді. Мысалы, мен осы күнге дейін ылғи айтам, өзіңіз ойлап қараңыз. Тәуелсіздік алғаннан бері 30 бәленбай жыл болды. Мысалды, енді сол тәуелсіздік алғаннан бастап-ақ бір жоқ дегенде бір айда бір киноны ғана аударып отыратұғын болсаңыз бар ғой. Бір айда бір киноны ғана аударып отыратын болсаңыз. Қазіргі таңда бәленбай мың кино болар еді. Сол бәленбай мың киноны егер қазір қазақ контентінде жүрген кезде қазақша сөйле деп біреуге айтпаяқта қоюға болар еді. Қазірші, мысалы, біреулерді қинап, ой, сен неғып сөйлемейсің деп, бір-біріне. Жоқ, қазақ контенті, ол қазақ контенті деген кезде қалай айтса болады. Мысалы, менің үйдегі кішкентай балаларым, мысалы, кішкентай кезінде, олар теледидар көріп ақ өсті. Ол кезде енді YouTube жоқ, бірақ теледидар бар. Қазір YouTube бар болған күннің өзінде өз жерде де сол контенттің барлығы ағылшынша, болмаса орысша. Енді оны көріп отырған кішкентай сәби деген оны ол кәдімгі губка ғой. Ол бірден нені естиді, соны сіңіріп алады. Мысалы, менің дос баламның баласы үйінде бірде біреу ағылшынша сөйлемейді, бірақ анау A, B, C, D, E, F, G түгел айтып шығады, және санаған кезде 100-ге дейін санайды. Тіл ағылшынша шықты. Ол қайдан шығады? Ол сол жаңа көре бергеннен шығады. Иә, көрдіңіз ба? Сол контентті, мысалы, жаңағы мен айтып отырған 30 бәленбай жылдың ішінде бір айда бір киноны қайта жоқ дегенде дыбыстап отырған кезде қазір сапалы контентте кәдімгі, мысалы, ғаламторда толып жататын еді қазақша. Соның барлығынан адамның таңдауы болған кезінде оны тыңдап көріп отырғаннан кейін ол дамуы да соғұрлым тез болады да тілдің. Біз кешеуілдеп қалғанымыз соншалық қазіргі таңның өзінде де пішайман күйдеміз. Ол қалай деген кезде, мысалы, келіп жатқан фильмдердің барлығы орысша. Барлығы орысша. Кинотеатрларға барады, кинотеатрлардың барлығы орысша көреді. Бір өтірік бір желеумен, ой, қазақша ешкім көрмейді, жоқ, қателеседі. Осы жолы, мысалы, Аватардың қазақшасын орысшасына қарағанда көп көрген. Ақшаны көп түсірген. Көп түсірген қазақшасы. Енді өзіңіз ойлап қараңызшы. Ол өтірік, жалған ақпарат. Бір желеу етеді да, ой, қазақшаны ешкім көрмейді. Өтірік оның бәрі. Тек қазақшаны тұншықтырып, бір сөзбен айтқанда, қазіргі қазақша сөйлейтін адамдардың өзіне құқығын таптап, сен апарып, сен қинап тұрып, сен кинотеатрларда сен қазір орысша көрсетіп атсың. Енді контент мәселесіне келген кезде осы келіп жатқан, мысалы, 50-50 болған жағдайда өзіңіз ойлап қараңызшы. 50-50 болған кезде барлық кинолар қазақшаланған кезде контент көбейеді. Содан кейін тіл мәселесі қозбайтын еді соншалықты қатты. Контентте, мысалы, сіздің бүткіл ғаламторыңызда қазақша мультфильм мен фильмдер сапалы дыбысталған толып жүретін болса, бала әрине үйіңізде соны қосып бересіз. Қосып бергеннен кейін бала әрине тілі қазақша шығады. Бұл жерде қазақтың өзін қазақ қылып алсақ та жаман емес еді. Оның аржағында басқа ұлт өкілдері бар, олардың өзі қазақша үйренуі анағұрлым жеңіл болар еді. Міне ең оңай жолдары осы. Дубляж, дыбыстау, осы жағына келген кезде көп жұмыстарды атқарады. Күшті.
Енді Азамат аға, сіздің инстаграмыңызды былай қарасақ өте қарқынды жүргізіп келесіз. Өте шынымен тәнті боламын, өте жаңағы бөлісуге тырысамын деген сияқты ғой. Бірақ Рахмет. бір түсінгенім, сіз тек қана өзіңіз жұмысыңызды ғана емес, ол жерде жаңағы түрлі жаттығулар, көпшілік алдында қалай сөйлеу керек, қандай сөздермен қандай жаттығуларына ішкі бұлшықеттерді дамыту керек деген секілді көп тақырыпты қозғайсыз. Соның бір шамасын бүгін қозғағым келген. Өйткені шынымен енді Азамат аға сияқты сөйлегім келеді дейтін адамдар көп бұл жерде. Алла бұйыртса. Бірақ бізде енді шыны керек, мен ағылшынша паблик спикинг дейді, көпшілік алдында сөйлеу деген өте үлкен қорқыныш негізі. Біразына адамның қобалжуы бар, ішіне сөзді таба алмай қалу бар, деген секілді өте көп тақырыптар бар. Мысалы, сіздің айтып отырғаныңыз өте өзекті мәселе де. Мысалы, сабақ беріп жүрген барысында, мысалы, көптеген балалар кекештік деген бар. Тұтықпа дейді. Тұтық. Бұл жалпы үлкен аудиторияның алдында сөйлеген кезде де дірілдеп кету, еріндері, иектерін ұстай алмай, қорқыныш, үрей осындай басым болып кетуі, ол көбіне көп демнің үстіңгі деммен жұмыс жасау арқылы. Дем. Мысалы 99% адамдар демді жоғары жақпен дем алады. Мына жерге дем алады. Кеудеге алады. Кеудеге алған дем ол мынаны қысады. Мынаны қысқаннан кейін тамақ қысылады. Тамақ қысылғаннан кейін дауыс бір көп болса бір 5 минуттан кейін отырық болады. Бір дауысты шығарып жұмыс деген кезде. Болмаса, мына жоғарғы дем деген кезінде әрбір адамға дем ал десең, бірден дем алған кезде кеудеге алады демді. Деп кеудеге алады. Мысалы, сіз дем алыңыз, терең дем алыңыз. Яғни кеудеге ұрасыз. Көрдіңіз ба? Ол жоғары қарай ұрғаннан кейін бұл мынаны барып қысады. Бұны қысқаннан кейін кекеш адамдар көбінесе демді мынау, әсіресе мысалы адам үркіп шошыған кезінде деп дем алады. Көрдіңіз ба? Бірден алған кезде мына жерге ұстап қалады. Осы жерде ұстап қалған дүние мынаның барлығын қозғайды да осы жерден сөз шығарамай кекештенуге ұрынады. Оның барлығының емі жеп жеңіл. Мысалы, бізде сабақ барысында келіп жүрген балалар бар. Бір күннің ішінде кекеш болып жүрген балалар, 35 жыл кекештікпен қиналып жүрген адам. 35 жыл бойы. Сіз ойлаңызшы, кекеш болу, тұтықпа болу деген қандай ауыр. Мысалы, айтатын жеріңде айта алмайсың. Айтсаң да ел күлетін сияқты. Біреудің көзі жақсы, біреу бүйтіп қарап қалса, оған тоқтап қалады, соған кекештеніп қалады. Сондай дүниелердің барлығы сол мына жоғарғы демнен қысып қалып, содан кейін сөздердің әріптерді шығара алмай қиналып қалуы. Сол мысалы 35 жасқа келген бір қызымыз келді ана күні. Бір күннің ішінде демін төмен түсіріп, диафрагмаға түсіріп, кеудемен дем алмауды үйретіп, бір күннің ішінде жіберген кезде ертесі күнгі сабақта уже ол қызымыз кекештігі жоқ болып келді. Бір бала, 21 жастағы бала, аттарын айтпай қойын, ол балада тура солай бір күннен кейін кекештігінен жоқ болып қайтып келді. Әйтпесе ол бала кәдімгі қиналып отырған ғой бірінші күні келген кезде. Енді ол жолы қиын ба негізі оны түсірудің? Ол соншалықты қиын емес. Ол соншалықты қиын емес. Жалпы дем деген дүние диафрагма арқылы келеді. Негізі күштің барлығы диафрагма арқылы келеді. Оны просто мына төмен жаққа қарай түсіріп, мына қабырға, соңғы қабырғаның астын іш жағымен диафрагма жүреді да. Демал деген кезде елдің барлығы дем алған кезде керісінше ішті ішкеге қарай тартады да, деп ішке қарай тартады да, кеудеге қарай жинайды демді. Ол дұрыс емес. Керісінше дем алған кезде мынау сыртқа көтерілу керек, мына соңғы қабырғалар. Мынау толу керек. Мынау толу керек. Кеуде мүлдем қозғалмау керек. Сол дем осы жаққа қарай түсірген кезінде адамның сабырлығы да пайда болады. Және сөйлеген кезінде мына жоғары жақта қысып қалу осыдан арылады. Мынау төмен жақта тұрған кезде дем қыспайды. Мына жақтың бәрін босатып үйреткен кезде демді осы жақпен ғана сіз сөйлеген кезіңізде таң ертеңнен кешке дейін сөйлесеңізде сіздің тек бүйіріңіз талуы керек. Жағыңыз талмау керек, тамағыңыз ауырмау керек.
осындай өздерінің критерийлері бар. Олардың барлығын қалыпқа келтіру үшін бірінші күшті мына жаққа түсіру керек. Бұл демді дұрыс қалыптастырса, мысалы, кеудедегі мына жоғары жақтағы деммен жұмыс істемеуді үйретіп қоятын болса, кекештіктен де арылуға болады. Дауыстың таза шығуына да жақсы әсер етеді. Дауыстың отырып қалмауына да әсер етеді. Бір сөзбен айтқанда, сабырлы, байыпты, салмақты күйді сақтап тұра береді. Мен осы білуімше, жаңа кішкентай бала кезде ішпен демалады ғой. Иә. Байқасаңыз, бала, мысалы, кішкентай балам бар, қарап кейде байқаймын, өкпемен демалады мына жақпен. Иә. Төмен жаңа ұйықтап жатқанда да жаңа Ол кішкентай баланы Алла тағала бізді жаратып қойғанда кішкентайымыздан сондай қылып жаратып қойған ғой. Бірақ қазір мысалы сіздің өзіңіз, Нареке, сіз мысалы ұйықтадыңыз. Ұйықтаған кезде сіз кеудемен демалып ұйықтамайсыз. Ұйықтаған кезде бүткіл организм өшіп ұйқыға кеткен кезінде адам қайтадан өзінің қалыпты жағдайында диафрагмамен демалады. Сосын таңертең тұрған кезінде адамның дауысы тұнық болып, таза болып оянады. Өйткені деммен жұмыс істеді. Содан кейін бір 5 минут өте ме өтпей ме сіз қайтадан жоғары шығарып аласыз демді. Сөйтесіз де өзіңізді өзіңіз тұншықтырып тастайсыз. Оны шығарудың себебі не біздің? Ол біздің қалыптасуымыз, солай қалыптасып алғанбыз ғой. Мысалы, тура жаңа айтып отырған дүниелерде, мысалы, сабағымызда, осы сабақ беріп жүрген барысында балаларымызға үйреткен кезде, ең бірінші кекеш бала келген кезінде тұтықпамен ауыратын балаға. Ән айтсаң, кекештенбейсің ба десем, жоқ дейді. Онда бергелі ғой деймін да. Ақырын демін орнына келтіремін да, сосын турникке асылдыртып қойып, өлең оқы деймін. Түк кекештенбейді. Мен айтам, көрдің ба деймін да, бұл сен қазір демді жоғары жаққа қарай ұстап алғаннан кейін сен кекештігін ұстап тұрсың. Турникке асылдыртып қойып оқытатын болсаң да, кекеш кейбір адамдар енді мүлдем кекештігі асқынып кеткен адамдар болады. Ол кезде де кекештене беретін болса, онымен жақсылап жұмыс істеп, демді қалыптастыру керек та, демді төмен түсіріп, диафрагмаға түсіру керек. Диафрагмаға түсіргеннен кейін еще точка опора дейді. Опора деген бар да, сөйлеген кезде опорамен сөйлеу. Сол опораға түсіріп қоятұғын болса, кекештіктен арылуға болады. Сол сабақ беріп жүрген кезде, сол сабақ барысында Балнұр Омар деген менің бір шәкіртім болды. Соны көрді да, өзі Казгуда лингвистиканы оқыған қыз. И сол қыз, Аллаға шүкір, қазір Қазақстанда бірінші мектеп ашылды. Осындай тұтықпа кекештермен арнайы жұмыс жасайтын сондай мектеп ашып алды. Көрдіңіз ба? Мысалы, сол Балнұр Омар шәкіртім, өзі бір мың болғыр талапты жақсы қыз. Қазір мысалы қаншама кекешпен тұтықпамен арпалысып жүрген адамдардың барлығын қазір орнына қойып қалпына келтіріп жатыр да. Көп адамдарға септігі тиіп, көмек тиіп жатыр. Сондықтан мен айтар едім, бұл демді қалыптастырмай көп нәрседен айырыласыз. Мысалы, ол кекешпен тұтықпаға ғана керек дүние емес та бұл. Бұл жалпы адам баласының барлығына керек зат. Неге деген кезде жасырын тұтықпа деген бәле бар да. Оның барлығы жасырын тұтықпа деген, мысалы, сіз кеудемен демалып тұрғаннан кейін жаңағы аудиториямен жұмыс істеймін деген кезіңізде, манраж басталған кезінде мына иектер жыбырлап кететіндер болады, қолдарын ұстай алмай қалатындар болады. Болмаса тілін артқа қарай тартатындар болады. Вот соның барлығы жасырын тұтықпаларда. Ол білінбейді. Бір бұлай сыртқа көрінбей тұрса да, бірақ іштей адамды бәрібір тартып тұрады. Сенімсіздікке апарады. Сосын айтайын деп тұрған сөзінің өзін тура жеткізе алмай шашырап кетеді. Осының барлығы сол жоғары жақтағы демнің негізгі салдары. Енді оны жаттығу десек, мысалы, мен тіпті өзім отырып бүйтіп байқауым болады ғой, мысалы, мен қай жермен қазір демалып отырмын? Кеудемен бе?
қазір сен мысалы беймарал отырған кезде, адам мысалы өзі бос отырған кезде кеудеге демал алқын, мысалы алқынып жүгіріп келесің ғой. Жүгіріп келген кезде алқынып тұрасың. Алқынып тұрған кезде сен сөйлейтін сөзіңнің барлығын дұрыс айта алмайсың. Көрдіңіз ба? Тура сол сияқты. Оны бірден төмен қарата диафрагмаға түсіріп, мысалы спорттың өзінде де үйреткен кезде қолды аспанға көтеріп, төмен қаратай түсіре салған кезде түсіре салады ғой. Сол кезде кішкене біраз неге келеді, қалыпқа келеді деп ойлайды. Ол сол демді қалыптастырудың негізгі жаттығулары. Ол сөйтіп төмен түсірген кезінде адам қобалжуы түсіреді да, жоғар жақтағы дем төмен түскеннен кейін еркіндік пайда болады. Мысалы, сізде қазір еркіндік болғаннан кейін, сіз қазір осы жақпен қазір жұмыс істеп отырсыз. Сізде мысалы Абертон жақсы жұмыс жасайды. Абертон? Абертон. Ол не? Абертон деген грудной дауыстар. Мына жерде. Иә, грудной дауыстар, кеудеден шығатын дыбыстар. Жалпы адамдардың барлығы ойлайды, дыбыс, дауыс бір бөлек, дыбыс бір бөлек. Мысалы, дыбысты мына кеуде арқылы шығару, ол абертон деп айтылады. Яғни вибрация. Кәдімгі кит, балықтар өздері мысалы жібереді ғой, мысалы судың астында жүріп болса да бір-бірімен сөйлескені сияқты, жіберген сияқты, олар вибрациямен, сенсорный дейма бірдеме дейді ғой. Сол сияқты біздің де негізгі дыбыстарымыз кеудеден шығады. Мысалы, сіз дыбысты мына жақпен үйренетін болсаңыз, мына жаққа қаратай сөйлеп, вибрацияны осы жақтан түсініп алатын болсаңыз, сіз кеудеде тұрсыз. Осы кеудеден төмен қаратай түсіріп, вибрацияны мына жерге шығаратын болсаңыз, өте жақсы. Мысалы, сізде ол қалыптасқан. Білмеппін оны. Бірақ мен шын айту керек, сіздің жаңағында бір-екі видеоңыздан байқатып, сөйтіп кішкене жаңағы өзім көрейінші былай. Сіз айттыңыз, мысалы мынау дайындалған кезде мына жерден ұру деген сияқты бір-екінің көрдім. Вибрацияны түсіну. Мынау негізі вибрацияны түсіну. Мынаны бүйтіп ақырын ұрып отыратын болсаң, вибрация осы жақта екенін көріп отырасың. Өз дыбыстың өзі осы жақтан шығып тұрғанын түсінесің. Соны вибрация мына жерден шығу. Соны ары қаратай дамыта беру керек. Вау, күшті. Енді қараңызшы, мысалы, көпшіліктің алдында сөйлеу, ол тек қана дауыс, кекештену немесе қол түрілеу ғана емес, кейде ойдың шашырауы да бар да, мысалы, сөз таппай қалу, немесе білмеймін, бір қазақ тілде бір бай тілі ғой, бірақ кезінде мысалы мен өзінің өте үлкен өрескел қателігім деп айтайын, кейде жаңа сөздер қайталанады. Қайталанғанда қалай, мысалы менің негізгі жұмысым, маған айтып өткендей, мен диктор емеспін, журналист емеспін, әдебиетші емеспін. Өзім негізгі жұмысым басқа тілде өтеді. Бірақ ауызекі тіл біздегі, енді мен қазақ тіл дегенде біздікі ауызекі қазақ тілі, көркем жаңа әдебиет емес. Бірақ қайткен күнде де жаңағы калькалаймыз тілді, бұл бір бар. Екінші, осы синоним сөздер аз білеміз, екі бар. Бірақ сөйлегенде бір мәнерлеп, бір құлақтың құрыш қанатындай қылып сөйлемейміз да. Енді бұл маған да көбінесе келіп қойып жататын сұрақтардың көбінде ораторлыққа үйретесіз бе дейді. Бұл ораторлық, яғни шешендік өнер. Шешендік өнер өзінен өзі келе салмайды. Бұны ондай жаттығулармен келтіре алмайсыз, шешендік өнерлерді. Шешендік өнерді сіз жай қарапайым мысал ретінде айтайын сізге. Қарапайым мысал ретінде. Сіз бір тойда отырсыз. Асаба күштілеп тұрып тойды жүргізіп жатыр. Керемет қып тұрып жүргізіп жатыр тойды. Тойды жүргізіп жатқан кезде сіз отырсыз, мынау не деген шешен деп. Әйтпесе жас бала. Содан кейін ойлайсың, мынау не деген шешен деп. Жоқ, шешен түгі де жоқ. Ол бала мысалы оған еңбектенді. Қалай? Мынандай қалың сценарийді жаттады ол бала. Мынандай қалың сценарийді жаттады. Оның ішінде мақал мәтелі бар, шешендік сөз бар, өлең бар, поэзия бар, қар өлең бар, болмаса бір үзінділер бар, анекдот бар деген сияқты. Осының барлығын жаттап алады. Жаттап алғаннан кейін шығып, сахнаға шығып, өзінің жаңағы тойын жүргізу барысында осының барлығын ұтымды пайдалана білді.
Содан кейін жаттап алған дүниесін айтып бергеннен кейін сізге мысалы әсер қалдырды, ол шешен деп. Не деген оратор деп. Жоқ, көрдіңіз ба, ол оның еңбегі. Яғни бұны бір сөзбен айтқан кезде кітап көп оқу, сосын жоқ дегенде 20 өлең жаттау, ана туралы, әке туралы, соны сосын орнымен пайдалана білу, мақал мәтелдерді жаттау 20-30, жақсы. Шешендік сөздерді, мысалы Төле бидің, Қазбек бидің, болмаса көп қой мысалы шешендер. Сол шешендердің бір шешендік сөздерін жаттап алу бір 20-30-ын. Қосымша тағы да бір кітапты кішкене көбірек оқып, сол термин сөздерді көбірек білу. Мысалы дубляжда көбінесе бізде оқып отырған кезде интеллект керек болады да, мысалы. Интеллект деген кезінде жаңағы терминдер сізге көмектеседі. Мысалы сіз терминді білмесеңіз, болмаса енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, мысалы калька деп. Мысалы итан, шетелдікте мысалы итан дейтін болса, біз мысалы қазақша оқитын болсаң итан деп оқи алмайсың ғой оны. Өз жерде де итан деу керек болады. Итан деп айта алмайсың. Бізде олай екпін салынбайды. Итан деп оқылмайды. Сондықтан осындай нәрселердің барлығына интеллект керек болады деген кезінде сіз оның барлығын сіз оққан өзіңіз үйренсек болады. Өзіңіз үйренесіз оны. Бұл жерде ең маңыздысы, мен таза акцентировать етіп отырғаным, көп адамдардың жаңағы демін орнына қойып, артикуляциялық жаттығулар арқылы дикцияны таза шығару, әріптердің барлығын орнымен таза шығару, және тамаққа салмай сөйлеп үйрету. Еркін сөйлеп үйрету. Оның өзі біраз өзгертеді. Ол адамға сенімдік береді. Өйткені сенімсіз адам қанша дегенмен, ол жалпы кім болса да әрқашан сылтау іздеуге дайынбыз. Мысалы, айтайын деп тұрған сөзіңді ұмытып қалсаң, мәне жерде бір бүйтіп қалды, мен жерде сөйтіп қалды деп бір жақтан бір сылтау іздейді. Жоқ, оның барлығын ондайға жол бермес үшін дем диафрагмада тұрып, еркін ойлап, кислород миға жақсы барып тұратұғын болса, ауа. Болды, өз жерде бір ешқандай қиындығы жоқ. Барлығы өзінің жұмысын автоматты түрде жұмыс жасап тұратұғын болса, сізге ешқандай қиындық тудыртпайды. Енді Азамат аға, мысалы, кейде болады, адам бәрі дұрыс келе жатыр. Демді дұрыс алады деп ойлайық. Ой, шашыраңқы емес. Бірақ кейде деп, паразит сөздер кейде осылай созылмалы дауысты дыбыстарды айтып, бүйтіп тұрып қаламыз ғой. Оған мысалы мен көрдім, сізде бір-екі жаттығулар бар. Мысалы, бірақ осыны тыңдап отқан адамдардың арасында көп те болса, мен соның ішіндемін. Осындай бір орысша тупнектарым болады ғой, бүйтіп тұрып қаласың кейде, деп бүйтіп. Оны мысалы сіз өзіңіз қалай алдын алдыңыз? Бұл жерде мынандай бір ой бар да, мысалы, адамда бірінші ой болады. Сол ойды жеткізу керек болады. Мысалы, мен көптеген балаларға келген кезде айтамын. Сен мысалы өзің Амстердамда тұрдың дедің. Сенікі мысалы қай көше? Амстердамда көшеңнің аты қалай? Портсайдвех деп айтамын. Нешінші? 20-шы. Бұлай, этаж үй ғой енді. Этаж үйдің есігі қандай сенде? Көшеге шығатын. Көшеге шығатын. Қара ма, қоңыр ма, қызыл ма? Сұр. Сұр есік. Мысалы, қазір сізден сұраған кезде, сіз ойша қазір Амстердамға барып келдіңіз. Есігіңізді де көрдіңіз ба? Яғни, ой деген дүние адамда ең жүйрігі. Жарықтың жылдамдығынан жүйрік. Қазір сіз мысалы ойша қазір барып келдіңіз. Елестеттім. Көз алдыңызға келді, көрген нәрсеңіз бірден келді. Ешқандай ойланбастан бірден жауап бердіңіз. Мысалды, есігі қандай еді, оны сұр емес қой деп тұрған жоқсыз да, көрдіңіз ба? Ойыңыз дөп түсіп отыр. Яғни айтатын сөзіңіз адресімен барып отыр, тура барып отыр. Сол тура бару арқылы сіз ойыңызды үзбедіңіз. Енді осы жерде келген кезде, мысалы сіздің енді деген дүниелер бар ғой, паразит сөздер.
осыларды ойыңды ұстап тұрып, тиянақты ойыңды ұстап тұрып, айтатын сөзді бір-біріне табу жағынан қиындық тудыратұғын болса, ойыңды бірінші жүгіртіп, сол ойда ортасында интонационный мостик деген бәлелер бар. Қалай болсын? Интонационный мостик деген, мысалы, қараңыз. Мынау ма қазір? Көрдіңіз бе? Қараңыз деген кезде ұстап тұрым. Қараңыз дегеннің өзінде де ойды үзбей ұстап тұрым. Сол екі ортадағы паузаның өзінде өмір сүре отырып, әрі қаратай өрбіте беру, бұл уже интонационный мостиктің тірі интонационный мостик болады. Сөздерді сөйлеп келе жатқан кезде, мысалы, менің айтайын деп отырғаным, көрдіңіз ба, жалғап алып кете бересіз. Мысалы, ол да интонационный мостик бұл жерде. Иә. Бірақ ортасындағы айтайын дегенімнің ары қаратай жалғастырып алып кете беруің. Пауза болса да, сол паузадан өмір сүре білу. Соны ақырын дағдыға айналдыратын болсаң, ойыңды жинақтап отыруға интонационный мостик, кішкентай бір паузалардың өзі сізге мүмкіндік береді. Андай бір демалып алып, ойыңды жинақтап алуға. Иә. Керісінше оның орнына деген жаңағы паразиттердің орнына осы интонационный мостиктерді, интонациялық көпірлерді пайдалану арқылы ойыңды жинақтап, соны дөп жеткізіп отыруға көп көмек тиеді. Вау, мен шынымен қазір ойланып отырсам, қазір ой жүгіртіп, қай кезде мен деп айтатын кезде еске түсірсем, сол. Ойды жинақтай алмау. Ойды жинақтай алмау. Сөз іздеген кезде сол пайда болады. Кез келген адамда болатын дүние ғой, негізі, мысалы. Бірақ қарап отырсаңыз, өте қарапайым. Өте қарапайым. Үйретпейді екен да, көп жерде осында қолданды, мысалы. Бізде онда мектепте үйретпейді, кейін үйренбесек, мысалы, осыдан кейін білетін боламыз. Негізі бір-екі миф бар екен да, сұрақтар. Миф және өтірік деген. Мысалы үшін жаңағы жұмыртқа жеу, темекі шегу, жаңағы осындай бір түрлі кей кезде әдеттерді деп айтайын, дауысқа әсері бар деп айтады. Енді мен ішпедім деп айтсам, өтірік болады. Жұмыртқа іштік. Енді естіген нәрсеге енді үйреніп қалған, соны ішіп бізде көргенбіз. Бірақ мәселе, жұмыртқа ол жай ғана белок, протеин деген сияқты дүниелер сізге күш қуат беруі мүмкін, бірақ дауысыңызға ешбір әсер етпейді. Жұмыртқа әсер етпейді? Әсер етпейді. Ол сізге күш қуат береді. Болды. Ол қорек. Ал темекі әсер етеді деген ол да далбаса. Шынымен. Мен ойладым, осы әсер етеді деп. Мысалы, сіз темекі шекпейсіз. Жоқ. Дауысыңыз әп-әдемі. Рахмет. Сол бұл жерде өйткені шынымен кейде темекі, жұмыртқа, ішімдік әсер етеді деп айтады да, соның кішкене ешқандай әсер жоқ екен. Мысалы, қараңызшы, бүгін мысалы мен түсірілім барысында енді сәл дайындалдым, бірақ оған дейін сіздің мысалы кей кезде жаңағы дайындық басында кейбір интонацияны шығаруға, гимнастика дегеніміз ба, артикуляцияны дамытуға бір жаттықту, мысалы бақ, ғыбыда, сондай сөздерді қолданасыз. Мысалы, сіз осыған келгенде осыларды айтып келдіңіз бе, мысалы? Осы студияға келген алдым. Әрине. Мысалы, байқасаңыз, бағана мен жерде келген кезде деп кішкене кіжініп жүрдім. Даусым, бізге де, менің өзіме де даусымды қалыпта ұстау үшін мен формада болуым керек. Ол бір бұлшық ет секілді ме? Ол да кәдімгідей күнделікті өзің формада жүру керексің. Оны да кәдімгідей жаттықтырып отыру керек. Онсыз болмайды. Енді жазыдыра деген жаңағы, ғыбыда дегендердің барлығы, бұл артикуляциялық жаттығулар. Яғни дикцияға арналған. Жақты ашып сөйлеу, тілдерді еркін жұмыс ету, жазыдыра, әдейі сөйлеу. Жазыдыра, осылай. Әдейі, жазыдыра, жақты ашып жіберу. Жазыдыро, жазыдырө.
осылардың барлығы мына деген кезде ерінді созу арқылы осылардың барлығы жұмыс істеген кезде мына аппарат тіріледі. Аппарат орнымен жұмыс жасап үйренеді. Ары қаратай мысалы сіздерге келердің алдында жасап аласың. Бұл аппарат деген әріптердің барлығының орнымен шығуына бірден бір септігін тигізетін дүние. Яғни если былай қысқартсақ жаңағы диафрагма орнына келтіру. Мынау диафрагмаға келтіріп, вибрацияны мына жақтан мынаны түсініп, содан кейін артикуляциялық жаттығуларды жазыдыра, жазыдрө. Мысалы, осындай жаттығулар жасау арқылы, ол енді әріптерге арналған жаттығулар. Жалпы тілдің өзін былай оңға қаратай 4 рет, солға қарай 4 рет ауызды жауып отырып. 1 минут жаттығу жасап, көретін болсаңыз, өзіңізде түсінесіз, мына жақтарыңыз ауырады, мына көк желкеңіз тартылады, тіліңіздің дұрыс жұмыс істемей жүргенін сол кезде түсінесіз. Жақ ашылмайды. Жақ ашылмаған кезде жақты бірінші массировать етіп, жақты ашып, барынша ашып. Өйткені А, О, У көрдіңіз ба? Осы дыбыстарға келгеніңіз, дауысты дыбыстарға келген кезде жағы ашылмайтұғын болса, әріптер таза шықпайды. Сондықтан оның барлығының өзі... Ауа қажет қой олар. Ауа яғни белгілі бір интонациямен, күшпен. Оны деммен итеріп жұмыс істеген дұрыс. Демді, яғни диафрагмамен итеріп. Мен сабақ барысында 130 килограмм, 160 килограмм жігіттерді үстіме диафрагмаға шығарып, көтеріп түсіріп, ол түк емес. Диафрагма дегеніңіз қарап отырсаңыз, сіздің аяғыңыздың бұлшық етінен де аз ғой негізі бұлшық еті. Бірақ оның кішкентай мынандай ғана демнің өзімен адамды көтеріп жіберетін қабілеті өте күшті. Ол адам организміндегі ең мықты дүние сол диафрагма. Өйткені ол ауаны шығаруға, ауаны алуыңа, шығаруыңа көмектесіп тұратын дүние. Мысалы, өкпенің өзінде ондай күш жоқ. Өкпе жарылып кетеді ондай кезде. Өкпенің астында тұрған диафрагма, мынау кәдімгі поршын сияқты жұмыс істейді. Осы негізгі өкпеге күш беретұғын осы. Ауаны үрлеп тұратын осы диафрагма. Ол диафрагманың күші кез келген адамды көтере береді. Вау. Мен көргем сіздің видеоларыңызда байқадым, үлкен жігіттердің жаңағы жатқызып диафрагмасына бит секіріп неше түрлі. Спортсмендердің өздері. Каратисттердің ұрғанын көрсеңіз, ха деп ұрады, ішпен ұрады. Акцентированный ударға келген кезде, ха деп ұрған кезінде мына жақпен күш алады. Қаншалықты дем алу деген бір қарапайым дүние, былай қарап тұрсаңыз қарапайым дүние, но бірақ халықтың 98-99% дем ал деп қалатын болса, бірден қазір кеудеге алады. Оны негізі қалыпқа келтіріп солай қоятұғын болса, жаңағы тұтық па, жасырын тұтық па, діріл, тамақтың отырып қалуы, осындай нәрселерден құтылуға көп көмегі тиеді. Мен былай сізді тыңдап отырып қазір ойланып қалдым ба, дауыс деген өзі бір Құдайдың берген заты ма, әлде біз өзіміз жаңағы табиғатымызды ескеріп, жаттығу арқылы дауыс шығаратын дүние ме деп? Қараңыз, дауыстың үннің ешкім оны өзгерте алмайды үнін. Адам баласының үнін. Ол Алланың беріп қойған сыйы. Бірақ соны дамытып, орнымен жұмыс жасата білу, ол сіздің өзіңізге байланысты. Яғни ол қалай? Сіздің дауысыңыз, қалыптасқан дауысыңызды, 1 жыл, 2 жыл көрмей қалған адамыңызға телефонмен сөйлессеңіз де, ол адам сіздің дауысыңызды бірден таниды. Бұл сіздің кәдімгі саусақ таңбасы, сетчатка глаз дейді ғой. Мысалы, айфоныңызды көзбен ағаша салған сияқты сіздің индивидуальностіңіз, сіздің жеке өзіңізге ғана тән дүниеңіз. Тура сол сияқты дауыс та сізге тән дүние. Бірақ соны ары қаратай дамытып, қалыптастырып, соны кәсіби деңгейге жеткізіп, керісінше дамытып алатын болсаң, ол өзің үшін жақсы дүние. Өйткені былай қарасақ, мен өзім былай инженер болғандықтан, әсіресе менің ортамда инженерлер қызығы аз сөйлейтін жігіттер.
жігіттер қыздар жалпы олар интроверт, көп сөйлей қоймайды, сөзге жоқ, көбіне жаңағы отырып тыныш бір шетте отырып жұмыс істеген ұнатады да. Сондықтан бағана айтпақшы қысылу бар сөйлеген кезде, белгілі анау, өйткені көп сөйлемегендіктен жаңағы кекештену бар кейбіреуінде, жаңағы демді салмайды деген сияқты ғой. Бірақ кейде арнайы бір болады, кейде бір жұмыстан менеджер болып қой, менеджер болып жұмыс істеген кезде оған сөйлесуге қажет. Сол кезде өзі қиналады ғой адам, аз үйренеді. Сол көзге келген адамдарды да көрдім да мен, яғни өмір бақи сөйлемей бір уақыт бір сондай бір позиция қойып қояды, оған сөйлеу міндет болып қалады. Адам өзгереді екен ғой дедім соны көріп. Енді адам баласы бізді саналы қылып жаратып қойған ғой, Алла тағала. Енді саналы болғаннан кейін бір-бірімізді сөйлесу арқылы түсінеміз. Сөйлеспеймін деу мүмкін емес та. Енді мылқау адамдардың өздерінде де сөйлесу құралы бар да, мынандай нелермен де. Сондықтан құс екеш құстың өзі де бір-бірін түсінеді. Жан жануар да бір-бірін түсінеді. Сондықтан бізге беріп қойған сөйлеу өнерін беріп қойғаннан кейін соны дамытып, соны кәсіби тұрғыда ұстанған жақсы. Күшті. Енді Азамат ағаның бірден бір көбі білмейтін тұсы, сіз бөлек орденіңіз бар, орден ба, ол қалай? Да, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Қайраткері, бөлек ол кәдімгі мәртебелі, өте үлкен, әркімге беріле бермейтін дүние ғой енді, шынайы керек. Енді Аллаға шүкір, бірақ осы дубляж саласындағы жүрген ең алғашқы осы атақ деп айтсақ бола ма? Атаққа келетін шығар. Иә. Солай біз осы дубляж саласындағы осы кейінгі осы 2000-нан бері қаратай жұмыс істеп келе жатқан балалардың ішіндегі ең алғашқылары шығармын. Енді оның бірден бір жұмысы парад. Енді өтірік емес, әскери шеру. Білмеген кісілерге, яғни бізде сол 9 мамыр, 7 мамыр. Бізде отан қорғаушылар 7 мамыр әскери шеру өтеді. Сол шеруде соңғы 20 жыл. 20 жыл. Азамат ағамыз айтып келеді. Және бір-екі мысал келтіресіз, өйткені адамдар қазір ұмытып қалмайды, өйткені шеру қарай бермейді екенбіз. Бірақ мен бір-екі рет қарағам өмірімде нақтысы. Бірақ енді отырып арнайы отырып қоспайсың да, мен шеру қарайыншы деп мысалы. О жерде пафос деген бар. Мына сөйлеу өнерінде негізі әртүрлі подачалар бар да. Мысалы информационный дейді. Ақпараттық подача бар, жеткізу. Динамичный жеткізу бар. Жанды. Сосын пафос деген бар. Мысалы бұрынғы Совет үкіметі кезіндегілердің барлығы пафоспен сөйлейтін. Пафос деген дүние қазір әскери шеруде соны қолданамыз. Ол айту стилі сонда ма? Иә, стилі сондай, подачасы солай. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын. Пафоспен. Пафос деген өзі кішкене аля Левитан деп айтайықшы. Левитанның дауысы. Иә, сондай. Говорит Москва. Говорит и показывает Москва. От советского информбюро деп. Бір қызығы, алғашқылар дәуірі деген бір Тимур Бекмамбетовтың фильмі болды. Время первых орысшасы. Соның қазақшасын біз дубляж жасадық. Ұмытпасам 2014 жылдар ғой деймін. Ұмытпасам сол жылдар жазғанбыз. Сонда басты рөлдегі Леоновтың рөлін дыбыстадым. Содан кейін осы Левитанды дыбыстадым. Левитанға қаншама бізде мықты дикторлар бар. Бүркіт аға бар, Аманжол аға бар. Осы қазақ радиосында қаншама уақыттарын арнаған кісілер. Ол кісілердің барлығы сол салаға үйреніп қалған, сондай бір пафостықын кішкене келтіре алады деп ойлады, бірақ негізгі жеткізуін бере алмағаннан кейін
мен жаздым сосын. Менде бір қызығы, бұл жерде лорға барып қаралсаң да уха, горло, нос деп қарайды ғой. Иә. Құлақ, мұрын, тамақ деп. Иә. Сондықтан бұл жерде құлақ та керек. Құлақ. Иә. Құлақпен есту арқылы соны жеткізуді де қалыптастыру керек. Мысалы, мылқау адамдардың көбінде құлақтар естімейді. Сондықтан олар тілде шықпай қалады. Өйткені естімейді. Иә, өйткені естімейді. Сөйлеуіне әсер етеді ғой. Иә, сөйлеуге де әсер етеді. Сондықтан есту арқылы оны орындауда ол да бір өзінше бір шеберлікті қажет. Сонда сіз Левитанды қазақша салдыңыз ба? Иә. Айтып тұрған жаңа Москва деген сияқты ма сонда? Сөйлеп тұрған информбюро, кеңес үкіметінің информбюросы дей ма сондай. Қызық екен. Бірақ айтайықшы, мысалы, түсінбеген адамға, өйткені маған шыны керек, сіздің командаңыз жіктір оны түсіндіргеннен кейін ғана бір түсінік пайда болды да, жаңағы бұл қалай өтетін. Себебі былай қарасақ, шеру өтіп жатады. Бірақ шеру сіз бастамасаңыз, шеру басталмайды ғой жерде, дұрыс түсінсем. Дұрыс қой, енді диктор жаңа сіздің тұрып даусыңыз жаңағы мынандай көлік келе жатыр, мынандай деп бастамасаңыз. Қызығы осы былтырғы парадта күнделікті репетицияда жасап жүрген дүниеде, оқып жүрген дүниеде мен оқып отырмын. Оқып отқан кезінде мына қасымдағы бір орыс кісі бар еді, полковник қой деймін. Сасқалақтап кеткен ғой. Сіз ерте бастап кеттіңіз деп қолымнан текстті жұлып алады ғой. Мен микрофонның алдында сөйлей алмаймын, бүйтем, басың істей ма дегендейші. Орысшасын оқып жібер деп, Ерлан Егесинов деген жігіт. Оқып жібер деп. Сонымен ол екеуміз бір-бірімізді бірден түсінеміз. Ол мен қарап десем бітті, бірден кіріп кетеді. Ол кісі де сол 20 жылдан астам, иә? Ол кісі бірінші парадта ғана болған жоқ, қалған парадтың барлығында бірге келе жатырмыз. Енді биыл парад болмайды. Парадтың өзі де қыруар қаржыны талап етеді ғой, сондықтан қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев ол қазір ондайға көп ақша бөлінуді текке ысырап деп ойлайтын болу керек. Ол да дұрыс шығар. Сондықтан биыл парад жоқ. Енді былтырғысы кішкене юбилей болғаннан кейін былтырғысын жасады. Бірақ қызық, өйткені сіз мысалы жүргізу басында жаңыңызда барлық жаңа министр болсын, қорғаныс министрі болсын, барлығы сіздің сөйлеуіңізді, бастауыңызды күтеді ғой. Сол жеріне қызықты, яғни барлығы қанша адам жиналса да. Енді көп адамдарға былай белгілі. Бастап кете алмайды ғой ешкім ол жерде. Иә. Белгілі емес қой, бірақ енді оның сахна сыртындағы әңгімелер өте көп қой. О жағында енді жетеді. Ең бірінші парадта есімде мәдениет министрлігінен келіп, Қазақстан Республикасының деп акцентті осы жаққа бер дейді. Президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев деп айтты дейді. Ал мына жақтан қорғаныс министрлігінен келеді да, жоқ, сіз керісінше елбасы, президенті деп осыған акцент бер дейді. Қарап отырсаңыз, бірақ сөйлем ғой. Мысалы, президент әкімшілігі аппаратынан келіп алып, өз жердегілер тұрады да, жоқ, сіз деген керісінше Нұрсұлтан Назарбаев дегенге екпін салыңыз дейді. Енді үшеуінің қайсысын тыңдайсың? Қайсысын тыңдайсың? Барлығын бірдей көтеріп бересің да, олай болмай қалады ғой. Онда монотонны болып қалады. Сондықтан бір қызық болғанда мен әрқайсысы әртүрлі сұрақтар қойып жатқан кезде ең алғашқы парад қой. Содан өзім жалғыз отырып алдымда жасап отырып дайындалып отқам. Сол дайындалып отырып енді мен өзімді не айтарымды білмей отырмын да мына жерде. Жан жақтан әртүрлі сұрақтар қойып кеткеннен кейін отырып алдымда дайындықта отырып
Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев деп періп бағам ғой. Сөйтсе микрофон қосылып қапты. Ана жақта звукач жүгіріп келген. Президенті аппаратының адамы да сол жерде жүреді. Ол да жүгіріп келіп, не істедің дейді. Ой, мен дайындалып отырмын дедім. Репетиция, мен миым қатып кетті. Қайсысына акцент қоярымды білмей. естіп жүрген болсам да соны. Вау. Микрофон біз қосып өшірмейміз ғой. Асты жақта звукач. Кейінгі кезде енді микрофонға кнопкасы бар, сол кнопкасын өшіріп қосатын болдық. Бірінші парадта микрофон шнуровой микрофон ғой. Астыдан өшіріледі, астыдан қосылады. Мен оны білмеймін. Өзім отырып алып сөйтіп періп бағам. Вау. Негізі біз тыңдап отқан адамдар ойланып қарасам, қаншалықты көп сіздің даусыңыз сериалдарда, фильмдерде бар екен, былай түсінбейтін сияқты. Иә, көк жалдар мекені, Сұлтан Сүлейман. Қарап көрдім, Сұлтан Сүлейман, мысалы бағана Сүмбелдің дауысын қанша адам жаттап алды мына жерде. Жоқ, енді ол жерде көп адамдар мысалы біле бермейді де, мысалы Ибрагим Пашасы болсын, Сұлтан Сүлеймандағы, Мұстафа болсын, Сұлтан Сүлейман болсын, Сүмбіл болсын, барлықтардың еркектердің барлық дауыстарын өзім жалғыз оқимын. Бәрі. Иә. Бірақ сіз интонация өзгертетін сияқтысыз. Иә, ол жерде интонацияны, дауысты өзгертіп жібереміз. Мысалы Сүмбілді сөйлеген кезде, мысалы сразу қарсы алыңыздар Сұлтан Сүлейман хазіретлері деп, мысалы ол жерде өзгере қоясың. Өйткені сонда қалай, мысалы егер Сұлтан Сүлейман Сүмбілмен сөйлессе, біріншісін сіз айтасыз, бір дауыспен. Барлығын бір дауыспен оқиды. Және вау. Мысалы Сұлтан Сүлейман хазіретлері дегеннен кейін Хюррем. Бірден төмен түсіре саласың, төмен түсіре салып, Хюррем, сен менің жүрегімнің әміршісісің деп. Бірден түсе саласың, аналған өзгере саласың. Мен шынымен ойлап, әртүрлі адамдар осында. Жоқ, ол жерде жалғыз еркек оқыдық қой. Көк жалдар мекені де солай. Полат Алемдар деген. Полат Алемдар. 40 еркек, асау жүректе солай ғой. Торғай Атажан дейтіндер. Торғай Атажаны бар. Барлығын оқи береміз. Ол жерде бір әйел, бір еркек оқиды, болды. Бұрындар солай еді. Енді қазіргі таңда кішкене дубляжды сапалы қыламыз деп, шамамыз келгенінше, қазір 4 дауыста, 6 дауыста оқуға. Бірақ дауысты өзіңіз таңдайсыз ба? Ол жерде. Мысал үшін қойыңызшы, 40 еркек бар. 40-ына бір енді сәл уникальный олап аттыру керек. Құлақ керек деп. Мысалы Полат Алемдарда мысалы дауысы бір түрлі шығатыны, ішінде гүллі дегені бар. Мұрты бар, бұн жерінде розаны тағып алып жүретін, қызыл нені тағып алып жүретін. Полат Алемдар деп өстіп сөйлейді, Полат бей деп. Мысалы оны жіңішке қыла саласың, оны өзгеше болып шыға келеді. Вау, қазір есімде соң Бериваны бар, несі бар, сонда мен ойлап отырмын, мен өмір бақи алданып жүр екен ғой. Беривандарда 4 адамның дауысымен оқыды. Ол кезде 4 адамның дауысымен оқыды. Сонда, бірақ тыңдау дедіңіз, сіз негізі оригиналда түркше олардың қалай сөйлейтінін тыңдайсыз ба? Иә, наушник тұрады ғой. Наушник тағып аласыз, сіздің алдыңызға монитор қойып қояды. Сол мониторды қосады да бірге жібереді. Біз енді бұрын сіздер білмейтін заман ғой енді, ол кезде лентамен жазылады ғой. Лентамен. Қазір ғой бәрі цифровой. Сол кезде лентаның жоғар жағында негізгі аналоговый кино кететін болса, астына звукқа тағы бір БТК-мды қояды. Сөйтеді да, біздің дауысымыз анаған жазылады да, екеуін сосын синхронизировать етеді. Сонда оқыған кезде, мысалы ананы қосқан кезде, мониторды көріп отқан кезде, наушниктен сен аналоговыйдың дауысын естіп отырасың. Сол мысалы ана жерде Сүмбіл шығып қалатын болса, Сүмбілдің дауысын саласың. Ан жақтан құлақпен келеді ғой, ананың дауысы. Сосын
Сұлтан Сүлейман келетін болса оның дауысы келе қалады, бірден соның даусымен оқып кетуге яғни сіз тырысып сөйтіп бір отырамыз. екпінмен бәрін айтып шығуыңыз керек бір жазған кезде. Мен ойладым бір пауза жасап. Жоқ. Пауза жоқ па даже? Жоқ. Өтетін болса аштан қаласыз ғой, пауза жасайтын болсаңыз әрқайсысына пауза. Бұл қараңыз, бұл жерде көп адамдардың біле бермейтін нәрсесі мынау. Мысалы, телеарналардағы сериал, дорамалар, олардың барлығы дыбысталуға жатады. Олар дыбысталу. Ал дубляж деген ол қазақ фильм, жеке студияда бір адамды ғана дыбыстайтын жерді дубляж дейді. Мысалы мен өз байқадым, мысалы кейбір дубляж дегенге жататындар, қазір мен сізге айтатын болсам, мысалы, Тачки мультфильмі, Қара киімділер, жаңағы өрмекші адам, осы сияқты фильмдер, мысалы осы кейінгі Аватар болсын, барлықтары. Бұлар таза дубляждар. Ол жақта бір адамды тек бір адам оқып шығады. Анау қателеспесем қайда Ресейдің бір актері тек Леонардо Ди Каприоның ресейлік аудиторияға бірақ дауысы екен ғой, сондағы бүкіл жаңағы фильмдерді. Ол нарыққа байланысты, көрдіңіз ба? Оларда мысалы 150 миллион халық бар. Қаншама облыстары бар. Бізде мысалы 20 миллион ғанамыз. Бізде мысалы жарнаманы баяғыда мысалы бізде осы жабайы нарық деп аталады біздікін. Бізде Қазкоммерцбанкты оқимыз. Қазкомды. Қазкоммерцбанк. Осыны оқып тастадың ба, мына жақтан келетұғын БТА банкте. Оны оқып тастадың ба, мына жақтан келетұғын Альянс банк келетұғын. Альянс банк. Оны оқып тастадың ба, содан кейін Қазкоммерцбанк, ылғи саған оқытып жүрген Қазкоммерцбанк келетінді неғып сіз біздің нелерімізге қарама-қарсы адамдарымызды басқа банктерді оқисыз дейді. Жарайды, онда сіз тура осы Ресей сияқты істеңіз. Басыбайлы мен сіздің ғана Қазкоммерцбанкты ғана оқимын, басқа ешкімді оқымаймын. Бірақ арнайы сізбен біз келісім шартқа отырайық. 10 жыл бойы мен басқа банктерді оқымаймын, тек сізді ғана оқимын, сіздің дауысыңыз болам, онда осындай қаламақы болады. Жоқ, оған келіспейді. Мысалы, Ресейде ондайларға келіседі. Мысалы, естеріңізде болса, ана Ресейде мысалы бір ауыз сөз бар. Nissan. Осы Nissan деп оққан үшін ол жап-жақсы қомақты сомада ақша алған. Болды, басқа ешкімді оқымайды ол. Сол Nissan'ды ғана оқиды. Сол дауыс. Сол сияқты жаңағы Леонардо Ди Каприо. Оның дауысына бір адамды бекітіп қойған. Мысалы, мені бекітіп қойды Уилл Смитке. Мысал дейік. Уилл Смитке бекітіп қойғанда, ол Уилл Смиттің бізде өзі бір жылда 2 фильм, 3 фильм ғана аударылатын болса, сен қашан отырасың оның бетіне қарап? Қашан шаттың болады? Мысалы, негізі біздің мемлекеттің тарапынан бір жақсылап тұрып қолдау жасайтын болса, менің жобаларым да бар. Дубляжға қатысты? Дубляжға қатысты. Мына кинотеатрлардың барлығын 50-50 оқып қойса, шешіледі деп ойлайсыз болса? Білмеймін. Мен зарлап жүргелі 6 жыл болған шығар, 7 жыл болған шығар. Менің бір қызығын айтайын, мен айттым ғой, мен негізгі тұратын мекенім дәл қазір ол Нидерланд мемлекеті. Ол жерде бір қызық дүние бар. Ол жақта дубляж жоқ. Қызығы. Яғни ағылшынша келген фильм тек ағылшынша көрсетіледі, астына субтитр қосылады, бірақ бәрі оригиналды өту керек. Қызығы басқа тілде де солай. Яғни мысалы корей фильмді келсе, корей фильмді кәрісше өтеді бәрі, астына голландша субтитр тұрады. Қызығы Италия олай емес. Италияға барсаң, дубляж нарығы өте дамыған. Өйткені итальяндықтар ағылшынды білмей ма, әлі оқығысы келмей ма, әйтеуір оларда олай емес. Ол өзінің тілін қорғап жатыр ғой. Сондай да, яғни кейбір Нидерландияда мысалы қай тілде сөйлесесіздер? Голланд тілінде сөйлесе алады, олар ағылшын тілде жақсы біледі. Сондай да. Яғни бұлардың ағылшын білу деңгейі өте жоғары болғандықтан мүмкін сол үшін шығар деп ойлаймын. Бірақ жанындағы мысалы скандинав елдерін ысырып тастап, жаңағы сәл оңтүстікке қарай жылжыса, Испания, Италия, Греция деген сияқты елдердің барлығы дубляжмен айналысады. Қызықты сондай бір мемлекеттегі бір стратегия сондай.
мүмкін жаңағы айтпақшы тілдерін жақсы сақтаған халықтар онсыз да оны қажетсінбейтін шығар. Бірақ мен ойлаймын да жаңағы енді қызық қандай, бізде қазақтар бар, шетелде тұрады, балаларым ағылшын, неміс, жаңағы голланд тілін біледі, қазақ тілін біледі, өйткені ата анасы қазақ, орыс тілін білмейді, өйткені орысша оған орта жоқ бұл жерде. Енді орыс тілін үйренетін орта болмаса, сен орыс тілін де білмейсің. Мысалы менің балам сондай, орыс тілін білмейді. Енді біздің достарымыз жаңағы балалар енді сәл өсіп қалған кезінде жаңағы мультсериалдарға, жаңағы тачкиға мысалы үшін барады, орыс тіліне. Бала мүлдем түсінбейді ана фильмді, өйткені бұл орыс тілін білмейді. Яғни оған айтады, мен неге, жаңағы ол бала кішкентай, бала демекші, айтады, мен неге басқа тілде қарап отырмын дейді. Тура осындай. Мына Германияның қазағы екен. Германияның қазағы сол жақта туылған, сол жақта өскен, сол жақта өзінің тамырын кеңге жайған сондай отбасы екен. Осы жаққа келіп, қызым қазақша оқысын деп, мына біздің Қазгуге оқуға түсіріпті. Сонда келіп секретаршы орысша сөйлетті дейді. Мен таң қалдым дейді. Өзі 5 тіл біледі екен ол кісі. 5 тіл біледі екен, бірақ орысша білмейді екен. Ой, қиналғанымай дейді, өзім Қазақстанға келіп қиналып қайтқанымай. Содан жарайды, кетіп бара жатырық қой, хотя бір қазақша бір не алып кетейінші деген ғой, кино алып кетейінші деп келіп кино алып кеткен ғой қазақша. Апарса, ол да орысша дейді да. Оны астына не титр жазып қойыпты дейді оны. Титрін оқиық десек, біз кириллше білмейміз дейді. Білдім. Сол кезде, ой, жанымның ауырғаны ана кісіге қарапшы. Мысал деймін да, өзің мемлекетіңде тұрып, не қиындығы бар деймін да? Әрине. Не қиындығы бар? Біз басыбайлы алып тастасын орысша деп жатқан жоқпыз ғой. Жүре берсін орысша. Бірақ халықтың да, қазақтың да былай 70-80% қазақ қой, Қазақстан мемлекетінде. Енді сол адамдардың құқығын таптамай 50-50 қып қойсыншы. Кинотеатрларды 50-50 қып қойсыншы. Бір Алматы ғой, мысалы, қарап отырсаңыз, бір Алматы, мегаполис. Бәрі орысша сөйлейді дейікші. Бәрі орысша сөйлейді деген күннің өзінде 18 миллион қанша халық бар дейсіз ғой? Жоқ, енді бір Алматының өзінен ғана мысал ретінде айтып отырмын. Мына апорт молға барасаңыз, апорт молдың жан-жағының бәрі қазақтар. Ол жерде де кинотеатр бар. Сіз апарып өрді орысша көрсетіп жатсыз. Болмаса, апардыңыз да, мысалы, неге бардыңыз? Шымкентке бардыңыз. Шымкенттің бір қаласы, Сарыағаш. Сарыағашта, мысалы, орысша тіл сөйлейтіндер жоқ. Бірақ сіз кинотеатрыңыз бар, сол кинотеатрға барғанда орысша көресіз. Ол енді бір сөзбен айтқанда, адамды құқығын таптап оған бір сөзбен айтқанда қинап көрсетіп жатсыз ғой сіз. Бір шешім қабылдауға бір вариант деймін, бермейсіз ғой, яғни осы бар. Сен көрсең көресің, көрмесең көрмейсің, болды. Осындай қып тастаған да. Жоқ, керісінше оны 50-50 қылатын болса, о жақтағылар тек қана қазақша көреді ғой. Бұл жерде тұрған ешбір қиындық та жоқ. Егер ниет бар болса, барлығы жасалады. Ол шешімді кім қабылдайды? Мысалы, дубляж, мысалы, бір фильм, мен кейде түсінбеймін, мысалы, тачки, қателеспесем, қазақ тілін дубляж жасалды, бірақ мысалы көп, мысалы, сериалдар, мультсериалдар, кинолар ондай жасамайды. Мысалы, мен есімде қателеспесем, Тайна Коко деген жақсы өте дубляж жасады. Мен қарадым, тіпті жаңағы әндеріне дейін қазақша аударған кезде мен өте жаңағы риза болып қарадым. Кәдімгі әндер сапалы, музыканттар жазған кәдімгі деп. Енді шешімді кім қабылдайды деген ғой, сол жерде ол 50-50 болу үшін президенттің өзінің құлығы керек та, жігері керек, кәдімгідей айту керек қой, әй, болды енді 50-50 болсын. Қарап отырсаңыз, енді 91-ден бері есептеңізші, неше жыл болды? 35 жыл болды ма? 35 жылда бір ерік жігер танытатын уақыт келді ғой. Әрине. 35 жылда мен басыбайлы бәрін қазақша қылып таста деп тұрған жоқпыз. 50-50. Орысша да болсын, мен болмасын демеймін. Менің
мен балаларымның орысша білгенінде қалар едім, бірақ қазақша сөйлегендерін қалар едім. Қазақша сөйлесін, орысша білсін, ағылшынша білсін, немісше білсін, қытайша білсін. Ол тіл білген сайын ол кенде болмайды. Ол өсе береді ары қарай. Бірақ өзінің ана тілін ардақтай алмай тұрған кезде басқаның құлы болу ол. Кейде білесіз бе, вот қызығы, біз тіпті ұзақ уақыт ресейлік орыс тілді контенттің астында болғандықтан, анау мысалы кейбір контенттің түрі, мысалы айтайық, Харри Поттер. Харри Поттер. Мен ағылшынша сөйледім. Мен орысша сөйледім. Біз Гарри дедік. Біз Гарри дедік. Иә. Гарри деген орыстың орысша айтылған түрі ғой, енді Гарридің. Харри ғой негізі. Мысалы ағылшынша Жапон дейді ғой, иә? Жапан дейді. Мысалы қазақшада Жапония дейді. Бірақ неге екені орысшада Япония дейді. Бізде мысалы жапонның жігіті деп, Японияның жігіті айтады. Жоқ, жапон ғой, өздері ағылшыншада жатыр. Германия дейді. Тоже сол сияқты. Мысалы, бұл да бір, мен енді біреуге қатты тиіп кетпесін, бірақ мен айтам, сауатсыздық деп айтам. Неге деген кезде біздің мына тұрған мына Қорғас деген жер бар. Харгос болып кеткен ба? Харгос болып кеткен. Сол сияқты қаншама елді мекендерді өзгертіп жіберген. Орыс тілді адамдардың сауатсыздығының арқасы. Жалаңаш деп кеткен ғой бір ауылда. Жалаңаш. Жалаңаш деген ол тыр жалаңаш деген сөз ғой. А негізі ол деген жалағаш. Жалағаш дегенге тілі келмей орысша. Жалағаш дегеннен кейін ол кейін жалағаш болып жүріп, сол жалаңаш болып кеткен ғой анау. Мына тұрған чилигіңіз тұр. Чилик дейді. Шілік қой. Шілік кәдімгі. Оны қазақшалап челек деп алған. Мына жақта тұрған Қорғасыңды Харгос деген кезде білдей бір кәдімгідей телевидениенің өзінде отырған журналистердің өздері сөйтіп Харгос деп отқан кезінде сөйтіп өзгеріп кете береді да ол. Мен айтам, сауатсыздық ол. Түп төркініне бармау. Жаңа айтып отырмыз ғой, мысалы Германия дейді, Жапон дейді. Бүткіл әлемнің барлығы осылай айтады. Қазақтың өзі Жапон дейді. Бірақ неге екені көршіміз отырады да Япония дейді. Сөйтіп айтуың керексің да, мысалы. Бірден мысалы Голландия демекші, мысалы ешбір елде, ешбір басқа тілде Гага деген сөз жоқ. Білесіз ба? Жа ма? Жоқ, Ден Хак. Аты Ден Хак, ағылшынша хак дейді олар. Денді қоспайды, хак деп айтады. Мен неге екенін білмеймін, орыс тілінде Гага болып кеткен да ол, екі А-мен еще. Мен ана голландтарға айтқам, жаңағы сендер вообще в курсе вообще сендер орысша қалай айтылатынына қалай дейсің, Гага сен жынды ма дейді. Гага деген бір әріп жоқ қой дейді бізден. Ден Хак, атымыз сондай дейді қаланың аты. Бұл сондай да, мен түсініксіз да кейде мысалы, мысал үшін келтірейін, Корейда қала бар. Қазақшасы, орысша қазақшасын Пхёнчхан деген. Оқып көріңіз, оқып көрші, адам баласы оқып көреді, мысалы Пхёнчхан. Дұрысы Пхёнчхан. Пхёнчхан. Негізі сондай. Неге екенін білмеймін. Орыс тілінде П, одан кейін Х кетеді ана жерде. Пхёнчхан да ана жерде. Енді мысалы Пекин дегенде сөз жоқ қой. Бейжің ғой негізі дұрыс аты. И вот осы айтқан калькалар деген сөз осыда мен қазақтың дүниетанымына, жаңа табиғатына сай аттар бар да. Мен кейде соны дұрыс неге қолдамаймыз деген сұраққа таңғаламын осы. Енді сауаттылық қой бұл, көрдіңіз бе? Мысалы сізді О деген әрібіңіз бар болып тұрып, А деп айту өздерінде ол қалыпты шығар, бірақ біздің мемлекетімізде отанды атан деп айтуы, мысалы менің өте қатты намысыма тиеді. О деген әрібің бар ғой, ол жасты алжас қылады. Енді мысалда президентімізді ол мысалы айтылатын дүниені дұрыстап айту керек қой. О деген әрібің бар ма, пайдалан. Егер өзіңнің еліңде ондай болатұғын болса, өзіңде солай істе. А мынау өрескел қателік. Біреудің елді мекенін, біреудің атын. Сен мысалы Иван деп айтып көрші, Иванды. Ағылшында сөйді Айван дейді ғой, кстати. Иә. Мысал деймін да, мысал. Орысқа барып айтып көрші. Ренжіп қалады саған. Бір өз жерде бір әріп өзгерген жоқ. Интонацияны өзгерді. Акцент қана өзгерді. Бір
әріпке бір ударение қою. Иә. Бір екпін ғана өзгерді. Сол екпіннің өзіне ренжиді саған. А өзі мына жақта целый бір мағынасын өзгертіп жіберіп жатқанымен шатағы жоқ. Мысалы соны біздікілер сондай дардай қылып көрсетеді. Сауатсыз ғой. Мысалы біздің қазіргі қазақ тілін үйрене алмаймыз деп жүрген адамдарға мен таң қалам. Біз ертең латын әрпіне өтіп кететін болсақ, мүлдем қиын болады ғой. Қазір кириллшенің өзінде де тұр ғой, міне Төле би көшесі деп тұр, кириллше жазып тұр, астында улица Төле би деп тұр. Екеуі де кириллше. Екеуін де оқи аласың, егер бұлақ оқитын болсаң. Мүмкіндік бар ма? Бар. Жоқ, бірақ бармайды. Көрдіңіз ба? Бөгенбай ме бір өғі сондағы. Ой, сен алысқа бармай ақ қой. Абая Розыбакиева деген кезде мен айтып, қандай көше десем, Абая дейді. Абай емес шығар десең, Абая дейді. Абай шығар. Розыбакиев шығар. Розбақ шығар. Мейлі ғой енді, Розбакиев деп айта берсін. Абая деп артына я қосу дұрыс емес. Абай көшесі. Абай демекші, тіпті ЖК-лар солай атап кеткен ғой кейде. Бірнесе Домна Абая, Домна Сатпаева, Донерна Сатпаева. Шын ғой, өтірік емес қой. Бұл енді жоқ, мен ешбір қарсылығым жоқ. Өзім орыстасын бітіргем, орысша оқығам. Бірақ мәселе ода емес, мәселе сауаттылықта. Негізі мысалы айтып тұрмын ғой, сіз ана кейіпкерді сомдаған кезде, мысалы үшін жаңа тіпті қазір Сұлтан Сүлейменді айтып отырсыз, түсім бөлу болсын, басқа болсын. Мен оны енді қанша жыл бұрын болған сериалдар ғой. Ойбай оған. Қанша жыл кетті соңғы рет. Мен есімде емес тіпті қанша, мен мектепте оқығанмын. 2000, ұмытпасам 2012-де, 2011-де оқыдық қой деймін. Мен мысалы 11-де болса мен мектеп бітіріп, енді университетке түскен кездерім мысалы. Анау Юсуф Мироғылар мен тіпті бастаушыда оқыған кездерім шығар, 6-5 сыныпта оқыған кездер шығар. 2002 жылдар. 2002 сыныпта оқимын мен өзім мысалы. Сол кезде айтамын ғой, жаңағы мен ауылым Түркістанда, жаңағы жазда төбелес емес енді ойнаймыз ғой далада, төбелескенде болып. Сол кезде айтамын ғой, күлем барлығы жартысынан көп жаңағы Юсуф Мироғылар жүреді. Потом Полат Әлемдар шыққан жартысы Полат Әлемдар болып жүреді. Сондағы сіздің дауысыңызбен істейді оған бәрі. Айтын келгені сол ғой енді. Қамбар деп афқар, торғой атажан. Енді ауылдағы сіздердің кездеріңіз солай болған шығар, біздің кезімізде неміс ба ойнайтынбыз. Шпион деп. Біздің кезіміз бөлек. Айтын келгені сіздегі сол кездегі дауыс сомдағыңызды қазір айтқан кезде мен сол бір балалық шағым есіме түсіп отыр да. Рахмет. Айтқым келген осы да. Шынымен, өйткені енді сіз актер болып жаңа сомдамасаңыз да, бірақ сол кездегі дауыс санаға кіріп кеткен. Қалып қойған дейсіз. Қалып қойған. Мысалы, сіз айтқан Red Bullдың жарнамасы тіпті қалып қойған менде. Дегенде ғой, мен сол үшін жаңа ұзақ уақыт сіздің парақшаңызды атқан кезде, мен оның бәрі осы кісі ма деп қалдым ғой кәдімгі бүйтіп. Мен білем ғой мен деп танысым отыр жаңағыда, ол мүлдем жаңа инстаграмда отпайды. Я говорю, мына кісіні танисың ба? Жоқ. Сен точно танисың деймін. Қазір тұрамын да, тыңда деймін. Мына кісі ма деп жаңа солай айтқан эффект неожиданности болады деген сияқты. Енді көп жарыққа шықпай жүріп, енді міне қазір жақындаған аған сияқты осы бір медианы. Жалпы инстаграмның әлеуметтік желі дегендер арқылы қазір інім бауырым қазір екі бір бауырым біраз септігін тигізіп осы инстаграм, тикток дегенде біз енді көп ондайға қызықпаймыз ғой. Сол бауырларымыз әйтеуір кішкене Азамат аға былай істеңіз деп біздің кішкене сауатымыз жетпеген дүниелерді олар кішкене о жағынан технологияны кішкене біраз жілеген шағып майын ішіп алған адамдар ғой. Солар кішкене сүрелеп жүргені болмаса, әйтпесе біз сол жарыққа шықпаған күйі отыра берер едік. Бір сөзбен айтқанда, мысалы қазір өзіңізбен әңгімелесіп, шүйіркелесіп арқылы тағы да мысалы танылып жатырмыз деген сияқты. Ол мысал үшін ол егер де сол парақшаңыз болмағанда мен тіпті білмес пе едім сізге қалай шығатынымды. Мысалы да, енді білетін едім мүмкін, бірақ енді кімге жазам, қалай шығам сізге мысалы үшін. Сондықтан сіздердің мысалы әсіресе мен енді айтам жаңағы бізде жалпы медиада бұрыннан келе жатқан қалыптасқан қазақ медиасының адамдары шығу керек деймін да жарыққа сәл. Өйткені біз солардың арқасында
біраз дүниетанымымыз ашылды. Қалай болса да интернет жоқ заманда бізге интернет болып берді ғой, мен шын айтқанда. Иә, телеарналар. Телеарналарда мысалы жаңағы қаншама телешоулар, енді кейін әрине интернет пайда болды, ол бірден өзгере қалды. Енді басқаша енді оның барлығы жоқ болып кеткен жоқ қой, оның барлығы бар ғой. Қорда бар. Сол қордағылардың барлығын ақырын алып қойып қоятұғын болса, ақырын жарыққа шығарып отыратын болса, қазақ контенті көбейе береді. Мен мысалы өзіме келген, оқуға келген балаларды, шәкірттерімді айтам, сендер әрқайсысың қазақ тілінің әскерісіңдер деп айтам. Келген кезде, егер үйреніп кетіп жататын болсаңыздар, дубляжға қызығып жататын болсаңыздар, дыбыстауға қызығып жататын болсаңыздар, үйреніп алатын болсаңыздар, қазір мысалы микрофонды да сатады, микрофонды алып келіп, өзің үйде отырып ақ ютубты қосып алды, мысалы Маша Медведьті аударып тасташы қазақша. Бала деген бір күнде бір көргенін 10 көріп, саған просмотр, 100 просмотр жасап береді. Бір баланың өзі. Сөйткен кезде сен миллион просмотр жинау деген өз жерден түк те қиындық тудырмайды. Сондықтан әскерісің, қазақ тілінің әскерісің. Қазақ контентін көтере беру. Ол көтерілген сайын біздің қазақ тілі дами береді. Менде мысалы бір өкініш бар да, мысалы менің жеке, мен өзім 94-ші жылғымын. 90-нан бері балалардың бір феномен менің буынымда деп айтайын. Ол не болды? Наруто болды. Наруто деген жаңағы аниме, барлығы өсіп, жаңағы Жапонның несі ғой енді анимесі. Бірақ Жапонның мынау анимесін қазақ тіліне аудармағанда ешқашан. Яғни бүкіл менің қазақ тілді болсын, орыс тілі болсын, барлығымыз жаңағы Нарутоны орыс тілінде көп шықтық. Иә. Орыс тілін сол арқылы үйреніп алдыңыздар. Орыс тілін үйренген балалар тіпті ол туралы. Олардың мысалы жапонша атаулар басқаша, бір жоқ, біз қазақша жаңағы орысшалау аттарын көбіне білеміз деген сияқты да мысалы. Мүмкін жапонша қарасаң мүлдем басқаша болар ма деген сияқты. Яғни біз қалыптастық солай. Тілге бола. Енді кейде мысалы мен үшін, мен анау міндетті түрде айтамын да, подкаст қазақ тіліне шығу қажет деп айтамын да. Неге дегенде айтамын, осы деймін. Өйткені мен мысалы үшін Нарутоны неге орысша көріп шықтым? Маған ұнамады ол. Ұнамады деген кезде, маған әрине в моменте соны қараған кезде ұнады. Бірақ қазір ойланып қарасам, мен неге оны қазақша көрмеген, мен түсінбеймін деймін. Өйткені қазақшасы болмады ғой. Қазақшасы болмады. Сізде мысалы мүмкіндік болмады да. Иә. Мүмкіндік болмады. Қазіргі таңда да әлі де сол адамдарды қинап орысша көрсетіп жатырмыз дегенім сол ғой. Көрдіңіз ба? Бұл кәдімгідей адамның ойын екі ұшты қылады да. Иә. Екі ұшты қылады. Қалыптасуына мысалы кішкентай кезінде үйреткен кезде мысалы жапондардікінің өзі мысалы қарап отырсаңыз 6-шы сыныпқа дейін ба тек қана ана тілінде, барлығы ана тілінде, содан кейін барып қосымша тілдерді қосады екен. Сізге айтайын, голландтар да сондай. Әнеки 5-ші сыныпқа дейін ағылшын үйренбейді балалар, тек голландша үйренеді. Кейбір мектепте бір сыныптан өтпейді, бірақ басым көпшілігі мысалы мен оны қалай байқаймын, өйткені енді мен голланд тілін жетік білмеймін, бірақ ағылшын жетік білемін. Кейде мынау кішігірім далаға шығып, андай бір жасөспірім балалармен сөйлесіп қалған кезде, мектеп оқушыларымен сөйлескенде мен түсінбей жатады. Өйткені енді үйрене бастады ана балалар ағылшын, немесе үйреніп бастамады әлі. Бірақ олар сол шамамен 5-ші сыныптан бастайды, 11-ге дейін жетік біліп шығады да, одан кейін үйренбейді қызығы. Бізде мына үйреніп кейін қайтадан үйреніп жатамыз ғой. Жоқ, олар ондай емес та, бірақ мен соны көріп қатты таң қалдым да. Сендер сонда 5-ші сыныпқа үйренбейсің бе? Жоқ дейді. Сонда менің ойым андай ғой. Мен жақында баламды бір енді балабақшаға бердім. Осында келген кезде енді қысқа уақыт болсын, барып келсін, сәл тілге жеткізсін. Сондағы таңғалдырғаны, балабақша күшті, әдемі, бәрі әдемі жасалған, бірақ барсам, балалар ағылшынша сөйлеп жүр ме? Енді балабақша 3 жасар балалар. Сол кезде мен енді бүйтіп түсінбей жаңағы тәрбиешісіне бардым, айттым, маған мына балаға дедім, ағылшынша сөйлемей қойыңыз. Біріншіден ол бала білмейді ғой. Екіншіден ол бала қажет емес қазір. Мүлдем. Ол кейін үйреніп алды ол тілді. Мен ол тілді 18 жасымда үйреніп алдым. Оған қажет емес оған. Адамдар 50 жаста да үйренеді. Оған қазір ана тілі маңыздырақ. Деп түсіндірсем, ана кісі деп бірақ жаңа балалардың көбі ағылшын сөйлеп жүр. Мен айтамын, сендерге не қажет деймін қазір сендерге ағылшын тілі. Балаң қазір білгенмен деймін. Кіммен сөйлеседі ағылшынша бар ол.
бала ұмытады ол тілді. Екіншіден айтайын сізге, менің досым бар жаңағы 11 жыл Германияда тұрған, сол ғой 11 жылдан кейін Қазақстан болса бір жылда ұмытып дүрдем қалды алғып тастады ғой қазір бәрін. Мен сол үшін айтамын, баланың ой жүйесі, ойлау жүйесі ең болмаса бір тілде қалыптасу керек. Иә. Жоқ дегенде бір 12 жасына дейін солай қалыптасса, содан кейін қай тілді таңдайды, сол тілді қосымша үйреніп алса жақсы ғой. Иә. Азамат аға, енді сіздің енді қаншама жыл еңбегіңіз бар, енді қаншама шәкірт тәрбиелеп отырсыз, бірақ енді қандай жоспар құрып отырсыз, мысалы ары қарай осы өзіңіздің жұмысын дубляж саласын дамытуға, әлде мысалы дикторлық жұмысыңызда қалай жоспарлап, қандай мақсат қойып жатырсыз? Жалпы мақсат бар. Жаңағы ойымды айттым. Кинотеатрлар 50-50 болса ғой деген. Ал енді өзімнің жеке басыма келетін болсақ, бір үлкен студия мектеп ашу арманым. Студияда өз жерде кәдімгі дыбыстайтын, оның бизнес планын да жасап қойғанмын. Сол жерде кәдімгі дубляжға үйретсем де, сосын бір жағынан сабақ берсем, көптеген балаларға өзімнің септігімді тигізіп, сол кішкене сүрелеп, еркін сөйлеуіне, дикциясының дұрысталуына, демді қалыптастыруына сол жерде сабақ берсем, өзім ғана емес, өзімнен үйренген шәкірттерім де бар. Соларды да қолданып, сондай бір үлкен мектеп, қосымша дыбыс жазатын студиясымен болса деген мақсат бар. Шәкірттеріңізді өйтіп топ-тобымен шығаратын деген не ма? Иә. Ол өте қажет қой, негізі былай адам диктор болып кетпесе де, мысалы қатысар едім. Өмірде өзің үшін керек қой. Қай жерде жүрсең де, сөйлеген кезде еркін сөйлеп, таза сөйлеп, қобалжымай, нық сеніммен. Сондықтан о жағынан біраз көмегі тиеді. Күшті. Енді мен енді кішкене дайындалдым бүгінгі подкастқа. Өйткені анау бір видеолар шығады ғой сіздің инстаграмыңызда, анда салыстырмалы түрде. Енді бір адам, қайсы екенін есімде емес, бірақ бір видео болды, сізде жаңағы бір жігіт бір дыбыстайды да, сіз жанында салыстырып дыбыстайсыз. Сол кезде анау қаншалықты дыбыстың айырмашылығы екенін көп байқаймын да, анау дыбыс дегенде жаңағы озвучка дейді ғой. Мысалы, мен біраз уақыт бүйтіп Red Bull қайда? Red Bull қанаттандырады деген мысалы осыны біраз уақыт не істедім, бірақ қанша дегенім жақындай алмадым мысалы. Жоқ, өзіңіздің түсінгеніңізбен ұра берсеңізші. Иә. Айтқым келгені бір салыстыру ретінде осындай бір рубрика жасамыз ғой, мысалы. Мен ана өзім дайындалғанымды көремін, және сіздің қалай дұрыс шығу керек. Мысалы, мен біріншісін бастап көрейін. Red Bull қанаттандырады. Red Bull қанаттандырады. Ладно, екіншісі. Сулпак артық шығынсыз. Сулпак артық шығынсыз. Үшіншісі. Оны мен қайсы да. EA Games. It's in a sport. It's in a game. It's in a game. Сөйтіп айтқанбыз ғой біз. It's in a game. It's in a game. Вау. Көп рахмет, Азамат аға. TH Sport. Иә. Көп рахмет. Яғни Алла тағала береке берсін сізге. Рахмет. Яғни осылай уақыт бөліп бізге арнайы осы қаншама еңбегіңіз бар, неңіз бар, айтып беріңіз. Бірақ мен бір затты ұмытып тұрмын. Сіз мысалы алдыңғы енді көрерменге айтар, біз негізі алдында да жазуымыз керек еді, бірақ мысалы үшін жаңа сіз айтып жатырсыз, көп рөлдерге сіз шақырды. Бірақ айтасыз кейде шақырмай қалған, бірақ өзіңіз белгілі бір жаңағы қай десем екен, ақау демей ақ қойыңыз, бірақ организмнің ерекшелігі бар деп айттыңыз да, соны мысалы ондай ерекшелікті не үшін сізге жаңағы тежейді, мысалы айтып қалдыңыз, анау белгілі кезде бір-екі күнге жатып қаламын деген сияқты, мысалы ондай болып қалады деген сияқты. Осыны бір ашыласыз ба, мысалы не үшін орын алады ондай? Бұны енді қазір бұл Алланың беріп қойған сынағы шығар деп қабылдадым мен бұны. Өйткені бармаған жерім, баспаған тауым жоқ. Енді шетелге ғана барған жоқпын, бірақ осы Қазақстанның ішінде емшілерді де көрдім,
дәрігерлерді де көрдім, Иә. диагнозын да қоя алмай жатыр. Сондықтан бұл маған бір беріліп қойған бір ерекше яғни бір дұрыс сынақ түсінсем деп бұл ойлаймын. приступ бізде, иә? Яғни Иә. приступ, яғни бір тұтылып қала ма, қалай болсын? Жоқ, бұл приступ бір сөзбен айтқанда әлсіреп қалам, көзімнің көруі, бір сөзбен айтқанда ағып кетем ғой. Кәдімгі генератордан ажыратып тастаған сияқты әлсіреймін, дауысым да шықпай қалады, сөйлеуімде қиындап кетеді, сөйтемін да дірілдеймін. Сөйтемін да шамамен бір күн жатам, 2 күн жатам, содан кейін барып тұрам. Вау, сонда бір моментте бұл, бірақ сіз мысалы алдын ала біле аласыз, бұл болатын болмайтын, бірақ бола сала ма? Ол ешқандай себеп салдарға қарамайды. Вау. Өзінен өзі. Бір жұмыс кезінде болып қалған ба мысалы сіз онда? Бір жоқ, ондайға қарамайды. Үйде жатып та көңіл күйге қарамайды, ештеңеге қарамайды. Өзінен өзі келеді, жалп еткізеді, бітті. Сіз мысалы айтып қалдыңыз, бірде мысалы жұмыс кезінде болып қалды, яғни. Иә, талай рет болды. Мен қазір фильм, сериалдарға шақырады, бірақ бармай жүрмін түсуге. Өйткені ол жерде мысалы сіз екеуміз қазір осы жерде подкаст түсіріп жатқанның өзінде қаншама балалар жүр мына жерде. Иә. Ал енді сіз бір кино түсірген кезде ол жерде қанша команда жүретінін біле беріңіз. Енді ондай жерге сондай приступ болып қалатын болса, қаншама балалардың обалына қаласың. Иә. Сондықтан ондай жерден көбінесе қазір бас тартып жүрмін. Иә. Яғни денсаулыққа байланысты. Денсаулыққа байланысты. Иә, өйткені байқадым, яғни көп жерге шақыратын секілді сізді де, өзіңіз айтып қалдыңыз, көп жерге түстіңіз, бірақ өйткені фильмға түсу деген ол өте көп уақыт, жұмыс. Ол өзіңнің жұмысыңнан бөлек басқалардың ақысына кіріп кету ғой. Әрине. Сондықтан сондай дүние болғаннан кейін кішкене тоқтатып қойып жүрмін. Бірақ өзіңізге бірақ қиын болды ма басында сондай? Алғаш рет болған кезде мысалы мен не істеймін, мен бастапқыда түсінбеген кезде мүлдем тентіреп кеткен мен. 2012 жылдың қысында басталды, желтоқсан айында. Содан бері міне келе жатырмын. Сау кезімде сау адамның тамағын ішіп шауып жүрем. Иә. Ал ауырған кезде мысалы көлік үстінде болып қалуы мүмкін болды сізде? Болады. Ондай кезде достарымды шақырам. Әнеугүні ғана мысалы Ербол бауырым апарып тастады деген сияқты. Әйелімді шақырам, келіп алып кет деп. Солай. Вау. Шынымен енді бұл да бір Алланың беріп қойған сынағы. Иә, әрине. Алла жеңілдігін берсін. Рахмет. Құдай қаласа ол. Ой, Нареке, саған да рахмет көп. Осы өстіп келіп, біраз шүйіркелесіп, дидарласып, біраз әңгіме өрбіттік. Иә, сондықтан сізді мысалы танымаған. Сенің де жұмысыңа табыс тілеймін, бауырым. Көп рахмет. Иә. Яғни шынымен сізді бұған дейін танымаған кісілер болса, енді танып жүрген, естіп жүрген кісілер көп шығар, бірақ шынымен Азамат Ханафия деген осы екен деп бүгін арнайы сізді сол үшін шақырдық. Шынымен жігіттер, қыздар жаңағы көптен бері сізді күтті. Сондықтан көп рахмет. Көп рахмет. Соңына қарай 1-2 сұрақ. Өзіңіз сүйіп көретін, енді қаншама рөлді сомдадыңыз. Жаңағы дубляжда болсын, өзіңіз болсын. Енді ең өзіңізді сүйіп ерекше ұнаған, жаққан бір кейіпкерді айта аласыз ба мысалы өзіңізге? Әлі күнге дейін жаңағы маған осы кейіпкерді сомдау өте бір ерекше ләззат берді деген сияқты бар ма сонда? Тачкидегі метр ғой. Анау сәл қирап қалған не ма? Иә. Эвакуатор. Ол қалдаушы қандай еді? Мен қазір есіме түсіре алмайтырмын. Оныкі. Сәлем, менің атым метр. Домо, аригато. Деп шыңғыратын. Шынымен метр. Иә. Түрік сериалдары емес, кімдер емес. Жоқ, кинолар бөлек қой. Кинолар бөлек. Жалпы барлығы маған ұнайды. Өзім жасаған жұмыстардың барлығына, жасайтын жұмыстарыма да қызығушылықпен қарап отырмын әлі де. Күшті. Ал өзіңіз сүйіп қарайтын кинолар бар ма? Мысалы, сүйіп қарайтын киноларыңыз бар ма? Мысалы, кино, фильм, сериал, қайта бірінші рет көргіңіз келетін мысалы үшін? Мысалы, Аватар маған ұнайды. Қайсысы? Аватар. 1, 2, 3 барлығы? Барлығы. Шынымен? Иә. Әсіресе мына 3-шісі маған ұнады. Біріншісі мүлдем ерекше. Қазақшасын сіз бар ма сізде? Біріншісінде болдым. Біріншісінде болдыңыз қазақшасын. Одан кейін келмедік. Кристофер Нолан ба, мысалы үшін, или
сізге больше не жақ бұл? Ұмытып та қалдым. Бұл жерде басты рөлдерде болған жоқпын. Иә, окей. Үшті ал мысалы кітаптарға келетін болсақ, қандай кітаптарды көбінесе оқуға тырысасыз? Ілияс Есенберлинді. Көшпенділер. Иә, көшпенділер. Шынымен? Иә. Ол не үшін көшпенділер? Тарихқа кішкене жақынырақ боласың да. Өзіңнің тамырыңа жақын боласың деген сияқты. Өзіңнің өткеніңді айта аласың. Мысалы, бала шағаңа да ертең, ой, біздің қазағымыз осындай батырлар болған, осындай болған деп айта аласың да. Әдем, керемет. Және де осы қазір жаңа сұрақ қойып жүрмін, мысалы, әлемнің Қазақстан болмаса қай елде тұрар едіңіз, өзіңіз қалай ойлайсыз? Менің жаныма жақыны Түркия деп ойлаймын. Түркия? Иә. Сіз жалпы түріктің көп несін соңдаңыз, ол жақ сізге жағатын секілді сен, Ол жақ тілі, былай менталитеті жақын. Шын? Иә, менталитеті жақын қазаққа. Окей. Бір-біріне бауырмалдылығы, сосын тілінің жеңілдігі, түсініс аласың да өз жерде. Бір барьер жоқ. Күшті, әдемі. Көп рахмет. Өзіңізге рахмет. Иә, сондықтан достар, бүгін подкаст соңына дейін қарасаңыздар, сіздерге ерекше рахмет. Бұны таратуды, әрине осы тұтып жүрген достарыңыз болса, мысалы үшін оны жіберуге, ораторлық бір кеңестер айту керек достарға да жіберіңіздер, таратыңыздар. Азамат ағаның керемет Инстаграм парақшасы бар, бағана айтып өткен, оған жазылыңыздар, біздің парақшамызға жазылыңыздар, және де мына осының астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, окей? Сол, достар, көп рахмет. Азамат аға, сізге рахмет. Жақсы. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Кездескенше күн жақсы. Ассалаумағалейкум.